Бесінші тарау. Ми өзін өзі қалай баптайды? Нейронды байланыстарды қалпына келтіру. Дүние есігін енді ашқан нәрестенің бойында нейрондар молынан кездеседі. Бірақ олардың өзара байланысы өте әлсіз. Бұл байланыс қоршаған әлеммен өзара қарым-қатынасымыз арқылы құрылады. Ақыр соңында қазір қандаймыз, сондай етіп қалыптасамыз. Бірақ кейде қалыптасып қалған осы байланыстарды біршама өзгерткіңіз келеді. Оны өзгерту оңай сияқты көрінеді. Өйткені жас күнімізде көп күш салмай-ақ қалыптасты. Алайда есейе келе жаңа тізбектерді құру қатты қиын болып көрінеді. Ескі тізбектің тиімділігі соншалық, олардан бас тарту өмірге қауіп төнгендей әсер етеді. Кез келген жаңа тізбек ескіге қарағанда өте әлсіз келеді. Бұл мидың жаңа тізбекті қалай құратынын білуге көмектеседі. Сөйтіп олардың баяу қалыптасатынына ренжімей, табандылығыңызға қуанасыз. Мидың өзін өзі баптайтын 5 жолы. Біздің сүтқоректілердің тұрақты байланысы бар түрлерден айырмашылығымыз өмір бойы нейронды тізбектер құра алатынымыз. Қоршаған әлем сезімімізге әсер етіп, миға электр импульсін жібергенде жаңа тізбектер құрылады. Бұл импульстер болашақта басқа импульстер тез әрі оңай жүру үшін нейронды жолдар салады. Әр адамның миы жеке тәжірибесіне қарай бейімделген. Төменде миды физикалық түрде өзгертетін 5 әдіс берілген. Өмірлік тәжірибе жас нейрондарды оқшаулайды. Тұрақты жұмыс істейтін нейрон уақыт өте келе миелин деп аталатын арнайы затпен қапталады. Бұл зат электр импульстерінің өткізгіші ретінде нейронның тиімділігін едәуір арттырады. Мұны оқшауланған сымдардың жалаңаш сымдарға қарағанда едәуір үлкен жүктемелерге төтеп беретінмен салыстыруға болады. Миелинді тізбектер баяу, ашық нейрондар сияқты емес, шамадан тыс күш жұмсамай жұмыс істейді. Миелин қабығы бар нейрондар сұр емес, ақ түсті болып көрінеді. Сондықтан біз ми тінін ақ және сұр деп бөлеміз. Негізінен бала 2 жасқа толып, көріп, естіп, жүріп үйренгенше нейрон миелинмен қапталады. Сүтқоректі туа сала, оның миында қоршаған әлемнің психикалық моделі қалыптасуы керек. Бұл оған тіршілік етуге мүмкіндік береді. Сондықтан балада да жаңа туғанда миелин көп мөлшерде бөлінеді. 7 жасқа келгенде азая бастайды. Сондықтан сізге оттың жанатынын, жердің тартылыс күші барын қайта үйретудің қажеті жоқ. Адам жыныстық жағынан жетілгенде ағзасында қайтадан миелин түзіле бастайды. Бұл сүтқоректілердің ең жақсы жұптасатын серіктес табу үшін миын жаңа күйге келтіруімен байланысты. Көбінесе жұптасу кезеңінде сүтқоректілер басқа табынға кіріп кетеді. Сондықтан олар тамақ тауып жейтін жаңа мекенге, жаңа табынға үйренуі керек. Адамдарда өмірлік серігін кездестіру мақсатында дәстүрі бөлек адамдардың арасына көшіп баруға, солардың дәстүрі мен мәдениетін үйренуге мәжбүр болады. Осының бәріне жыныстық жетілу кезеңінде миелиннің көп мөлшерде түзілуі ықпал етеді. Табиғи сұрыптау миды дәл осы кезеңде қоршаған әлемнің менталды үлгісін қайта құруға қабілетті етіп қалыптастырды. Балалық және жасөспірім шақта үйренген нәрселердің маңыздылығы туралы осы тарауда талқылаймыз. Миелиннің кідірісі. Егер сіз миелинді жастарға бекер жұмсады деп ойласаңыз, бұған да эволюциялық себеп бар екенін білуге көмектеседі. Адамзат тарихында адамдардың жыныстық тұрғыдан жетілген кезеңде бірден балалы болғаны белгілі. Біздің ата-бабамыз ұрпағының тіршілігін қамтамасыз ету үшін кезек күттірмейтін міндеттерді шешуге мәжбүр болды. Ересек жаста олар ескісін қалпына келтіргеннен гөрі жаңа нейронды тізбектерді көбірек қолданды. Миелиндік гүлдену жылдарында мақсатты және дәйекті түрде істеген кез келген нәрсе миыңызда күшті және тармақталған нейронды жолдар жасайды. Сондықтан адамның данышпандығы балалық шағында жиі байқалады. Кішкентай болса да, тау бөктерінде шаңғышы балалардың қасыңыздан ойқастап өте шыққанына қызығып, шаңғы тебуге қанша тырыссаңыз да, олар секілді тебе алмайсыз.
Жасөспірім шақтан өтіп кеткенде шет тілін үйренудің қиын болатыны да осы себепті. Ересек адам ретінде бөтен жұрттың сөзін есте сақтап қалғаныңызбен ойыңызды жинақтап түсінікті етіп айта алмайсыз. Себебі ауызша есту сақтау қабілетіңіз миеленмен қапталмаған жұқа тізбектерге шоғырланған. Күшті миеленді тізбектер ақыл ойға жұмыс істеледі. Сондықтан жаңа электр импульстері бос нейрондарды әрең табады. Сонымен қатар миелен айналып өткіңіз келген тізбекті бұзу неге қиын екенін түсіндіреді. Сіздің миыңыздың тиімділігі сонша, әдеттегі нейронды тізбектерсіз жұмыс істеуге тырысқанда өзіңізді қабілетсіз сезінесіз. Өмір сүру тұрғысынан ең жақсы шешім болмаса да, осы сезім сізді ескі нейронды тізбектерге оралуға итермелейді. Мысалы, егер сіз басқа адамдарға қарсы тұру арқылы өзіңізді мықты сезініп үйреніп, осы жолмен жүре берсеңіз, қиындыққа тап болуыңыз мүмкін. Бірақ егер өзіңізді әлсіз сезініп, біреулердің қоқан-лоққысына шыдай берсеңіз, ешқашан бас көтеріп қарсы шыға алмайсыз. Мұның кері жағы да болуы мүмкін. Ұрыс-керіс, жанжалдан бойыңызды аулақ ұстап, өзіңізді қауіпсіз сезінуге дағдылана аласыз. Немесе қиындыққа тап болуыңыз мүмкін. Төбелестен қашқақтамай, жағадан ала кеткенде өзіңізге қауіп төнгенін сезесіз. Сол кезде жаңа нейронды жолдан тез ажырап, ескісіне ораласыз. Миеленизацияның белсенді болуы мен басылуы ойлаудың кейбір тенденциясы неге мәселе туғызатынын түсінуге көмектеседі. Есіңізде болсын, адам миы автоматты түрде жетілмейді. Жасөспірімдердің миы әлі толық қалыптаспаған деп жиі айтылудың себебі осы. Миы кез келген нәрсені миелендейді. Егер жасөспірім кезінде өзіне тиесілі емес нәрсені алса, кейін ол бәріне күш-жігер салмай-ақ жетуге болады деп еске салып тұрады. Кейбір ата-аналар жасөспірім шақтағы баласының жаман қылықтарын олардың миы әлі толық қалыптаспаған деп кешіре салады. Баланың бойына сіңіретін өмірлік тәжірибені мақсатты түрде бақылау өте маңызды. Егер жасөспірімнен істеген ісіне жауап беруді талап етпесеңіз, онда сіз оның болашақта жауапкершіліктен жалтарып кететін адам болып қалыптасуына жол бересіз. Оқу ешқашан кеш емес деген сөзді естігенде, қартайғанда оқу оңай емес екенін есте ұстаған жөн. Өйткені егде жаста жүйке талшықтарының миеленизация процесі баяулайды. Ескі ми жаңа білім мен дағдыны қайталап әрең үйренеді. Әлеуметтік қызметкерлер әрине егде жастағы адамдарға білім беру процесінде көмектесе алады. Бірақ олар басқа адамның миына жаңа нейронды тізбектер сала алмайды. Тәжірибе синапсты тиімді етеді. Синапс екі нейрон арасындағы аралық. Біздің миымыздағы электр импульсы тек нейронның соңына жеткенде, егер оның осы аралықта келесі нейронға секіруге күші жетсе ғана қозғалады. Бұл кедергілер маңызды ақпаратты маңызсыз шу деп аталатын мәнсіз ақпараттан сүзіп алуға көмектеседі. Электр импульсінің синапстық саңылаулар арқылы өтуі өте күрделі табиғи механизм. Оны бір нейронның ұшына қайықтың тұтас флотилиясы жиналғанда елестетуге болады. Ол нейрон ұшқынын жаңа орналасқан нейронның қабылдау тобына жеткізеді. Қайықтар барлық уақытта жақсы тасымалдайды. Сондықтан біздің тәжірибеміз нейрондар арасында электр сигналын беру мүмкіндігін арттырады. Адам миында 100 триллионнан астам синапстық байланыс бар. Өмірлік тәжірибе электр қуатын тіршілік етуге көмектесетін тізбектермен бағыттауға көмектеседі. Саналы түрде қандай синапстарды дамыту керегін шеше алмайсыз. Олар екі негізгі жолмен қалыптасады. Бірінші, біртіндеп бірнеше рет қайталау арқылы. Екінші, бір уақытта күшті эмоцияның әсерінен. Эмоциясыз синапстар құру. Синапстарды нейрохимиялық заттарсыз құруға болады. Бірақ бұл бірнеше рет қайталауды қажет етеді. Мысалы, эмоцияны білдіретін өзге тілден енген кейбір сөздерді тез жаттап алсаңыз да,
етістік жалғауларды үйрену үшін қайталау керек. Сүйіспеншілік синапсты тез құратын нейрохимиялық заттарды іске қосады, ал қайталау маңызды деп санайтын синапсты құралады. Егер синапс бірнеше рет іске қосылса, онда ол жоғарыда айтылған тасымалдаушы қайықтарды пайдаланбай-ақ бірте-бірте берілетін электрохимиялық импульстерді тиімді меңгереді. Эмоция синапстың бірден және тұрақты түрде өзгерте алатын химиялық молекулалары. Бұл синапста флотта арқандалып тұрған қайықтардың көп болатыны сияқты жағдай. Бұрын нені жақсы, нені жаман сезінсеңіз, болашақта солардың әсерінен пайда болатын синапстарды оңай және тезірек дамытасыз. Міне қарапайым мысал. Бұрын мен ұшақпен ұзақ ұшқанда уақыт өткізу үшін попкорн ала шығатынмын. Бірақ бір күні ұшақта попкорн жеп отырғанымда тісімнің бір шеті сынып кетті. Ұшақпен ұшып келе жатқандықтан шұғыл түрде тіс дәрігеріне қарала алмадым. Сол кезде бөлінген кортизол жаңа тұрақты нейронды байланыс қалыптастырды. Ұшақта отырып попкорн жемейтін болдым. Нейронды байланыс бұрыннан қалыптасқан жақсы немесе жаман тәжірибені көрсетеді. Осы тәжірибенің кейбір эпизодтары бақыт молекулалары немесе стресс молекулалары арқылы миға жүктеледі, ал басқалары үнемі қайталаудың арқасында бекітіледі. Егер әлеміңіздің моделі синапстағы ақпаратқа сәйкес келсе, электр импульстері оңай жүреді және айналаңызда болып жатқан оқиғалардан хабардар болып тұрғандай сезінесіз. Нейронды тізбектер тек белсенді нейрондардың есебінен қалыптасады. 2 жастағы баланың миында қолданылмайтын нейрондар біртіндеп әлсірей бастайды. Бір қызығы, бұл оның ақыл ойынның дамуына ықпал етеді. Нейрондардың азаюы баланың жаңа туған нәресте сияқты айналасына аңқиып қарамай қалыптасқан нейронды тізбектерге сүйенуіне мүмкіндік береді. 2 жасар бала бұрын жақсы сезінген нәрсеге, мысалы, таныс адамға немесе сүт құйылған бөтелкеге өз бетімен назар аударады. Ол бұрын жаман сезінген нәрселерден, мысалы, сотқар баладан немесе жабық есіктен сақ болуы мүмкін. Жас ми қажеттілікті қанағаттандыру және ықтимал қауіптен аулақ болу үшін өзінің өмірлік тәжірибесіне сүйенеді. 2 мен 7 жас аралығында баланың миында оңтайландыру процесі жалғасады. Бұл оны жаңа тәжірибе жинаудың орнына ескі тәжірибемен байланыстыруға мәжбүр етеді. Бір-бірімен тығыз байланысқан нейрондар ақыл ойдың негізін құрайды. Біз оның жаңасын жасаудың орнына ескі нейронды діңгектерді тармақтау арқылы жасаймыз. Осылайша бала 7 жасқа толғанда бұрын көргенін көруге, бұрын естігенін естуге қабілетті болады. Сіз мұны жаман деп ойлауыңыз мүмкін, алайда осының құндылығы туралы ойлаңыз. 6 жасар балаға өтірік айтқаныңызды елестетіп көріңізші. Ол сізге сенеді, себебі оның миы бәрін өзіне сіңіріп алады. Енді 8 жастағы баланы алдадым деп ойлаңыз. Ол сіздің сөзіңізге күмән келтіреді. Өйткені ол жаңа ақпаратты жұтып жібермей, келіп түскен ақпаратты бұрыннан бар ақпаратпен салыстырады. 8 жаста балаға жаңа тізбектерді қалыптастыру қиынға соғады, өйткені ол бұрыннан барға сендіреді. Ескі тізбектерге сүйену өтірік айтқанын сезіп қоюға мүмкіндік береді. Бұл әсіресе ата-анасы өмірден ерте кетіп, балалары өз бетінше өмір сүруге мәжбүр болғанда өте керек құндылық. Бала күнде белгілі бір нейронды желіні дамытамыз. Бұл басқаларын біртіндеп жойып жібереді. Олардың кейбірі күзде ағаштың жапырағын жел ұшырып кеткенде жоғалады. Бұл адамның ойлау процесін тиімді және мақсатты етуге көмектеседі. Әрине, жас ұлғайған сайын сізде жетіле бересіз. Алайда жаңа ақпарат мидың белсенді электр жолдары бар аймақтарына шоғырланған. Мысалы, егер біздің ата-бабамыз аңшылардың ортасында дүниеге келсе, онда ол аңшы ретінде кез тәжірибе жинайды. Ал егер дихандардың ортасында туса, ауыл шаруашылық жұмыстарынан тәжірибесі болады. Осылайша ми солардың ортасына сай өмір сүруге бейімделеді.
электр импульсінің тізбек арқылы қалыпты өтуі айналадағының бәрінің мағынасы бар дегенді сездіреді. Егер шынайы өмір дамыған тізбектерге сай болмаса, электр импульсы сарқылып, әлем туралы білетініңізге сенімді болмайсыз. Белсенді нейрондар арасында жаңа синапстар пайда болады. Әрбір нейронның көптеген синапсы болуы мүмкін, өйткені оның көптеген тармақтары, немесе дендриттер бар. Жаңа дендриттер күшті электростимуляциямен өседі. Дендриттер электр импульсінің нүктелеріне қарай өскен сайын, олар басқа нейрондардың электр импульсы арасынан өте алатындай жақындауы мүмкін. Осылайша жаңа синапс пайда болады. Мұндай жағдайда екі идеяның арасында байланыс орнайды. Сіз өзіңіздің синапстарыңызды сезбейсіз, бірақ оларды басқалардан оңай байқайсыз. Итті жақсы көретін адам бүкіл әлемге осы сүйіспеншілікпен қарайды. Заманауи технологияларға әуес адам әлемдегі барлық нәрсені технологиямен байланыстырады. Саясатты сүйетін адам айналадағы шындықты саяси тұрғыдан бағалайды, ал дін адамы дін тұрғысынан бағалайды. Бір адам әлемді позитив, екіншісі негатив тұрғыдан көреді. Мида қандай нейронды байланыс болса да, сіз оларды жиі қолданатын нейрондардан өсіп шыққан қармауыштар секілді пайдалана алмайсыз. Бұл байланыстарды шындық деп қана қабылдайсыз. Эмоция рецепторлары дамиды, немесе атрофияға ұшырайды. Электр импульсы синапстық саңлауды кесіп өтуі үшін бір жағындағы дендрит екінші жағындағы рецепторға түсетін химиялық заттарды шығарып тастауы керек. Біздің миымыз шығаратын нейрохимиялық заттардың әрқайсысы бір кілттің бір құлыпқа ғана сәйкес келетіндей, тек бір нақты рецептор қабылдайтын күрделі құрылымға ие. Эмоцияға берілген кезде рецепторлар өңдей алатыннан да көп бақыт гормондары бөлінеді. Миыңыз рецепторларды көп түзгенше қатты абдырап, адасып кеткенде боласыз. Бір нәрсені бастан кешіргенде осылай болады. Миды қайта баптайтын 5 тәжірибелік әдіс. Бірінші, жас нейрондарды миеленнің көмегімен оқшаулау тәжірибесін қараңыз. Олар электр импульсін өте жылдам өткізеді. Екінші, тәжірибелі синапстар көрші нейрондар арасында электр энергиясын жақсы өткізеді. Сондықтан бұрын қолданған нейронды жолдарды пайдалану оңайырақ. Үшінші, ұзақ қолданылмаса нейрондар атрофияға ұшырайды. Сондықтан адам бұрын қолданылған нейронды жолдарға көбірек сүйенеді. Төртінші, нейрондар арасында жаңа синапс пайда болуы мүмкін. Бесінші, нейронды рецепторлар қайтадан пайда болады және атрофияға ұшырайды. Сондықтан бұрын бой үйренген сезімді оңай еске түсіресіз. Нейрон рецепторы ұзақ уақыт белсенді болмаса жоғалып кетіп, қажетті басқа рецепторлардың пайда болуына мүмкіндік береді. Табиғаттағы икемділік ұғымы нейрондағы рецепторларды қолдану керек. Әйтпесе олар жоғалып кетуі мүмкін дегенді білдіреді. Бақыт гормондары үнемі өз рецепторларын іздейді. Осылайша сіз өзіңізге ұнайтын нәрсені білесіз. Нейрон іске қосылады. Өйткені қолайлы гормон молекулалары оның рецепторының құлпын ашады. Содан кейін осы нейронның негізінде болашақта қуанышты қайдан күтуге болатынын айтатын тұтас нейронды тізбек жасалады. Қалауыңды табу. Біз әрдайым нейрохимиялық импульстің әсерінен әрекет етпейміз. Өйткені ми қабығы сыртқы реакцияны тежей алады. Ол тіпті назарды бір нәрседен екінші нәрсеге аудара алады. Біз назарды сырттай әсер ететін нейронды тізбектен іштей әсер ететін тізбекке аудара аламыз. Сондықтан импульсивті реакцияның сөзсіз қызметшісі болудан аулақпыз. Лимбиялық жүйе мен ми қабығы бірлесе жұмыс істейді. Сезіміңізге әсер ететін ақпарат мидағы химиялық заттарды іске қосса, оған назар аудара бастайсыз. Бұл химиялық заттар осы үшін эволюция барысында дамыды. Сіз әрқашан ағынмен жүзу
немесе электр импульсін басқа жолға бағыттау туралы шешім қабылдайсыз. Нейрохимиялық импульстің әсеріне бағынасыз немесе басқа бір балама әрекет істейсіз. Егер ол бақыт гормондарын толқытса, сіз бұл әрекетті істейсіз. Егер толқытпаса, басқа бір баламаны қарастырасыз. Мидың әртүрлі бөліктері осылай бірге жұмыс істейді. Ми қабығы әртүрлі нұсқаларды ұсынады, ал лимбиялық жүйе олардың сәйкес келетінін немесе сәйкес келмейтінін анықтайды. Мұның бәрі соншалықты тиімді әрі жылдам жүреді. Сіз оны байқамай да қаласыз. Жануарларда да дәл солай. Тек анағұрлым кіші және тиімділігі төмен мидың қатысуымен болады. Жануарлар әрқашан қарама-қайшылықты импульстер арасындағы тепе-теңдікті іздейді. Марапатталуға және ауырсыну сезімнен қашуға тырысады. Адам миы осы импульстерді ассоциация тізбегіндегі тиісті тізбектермен байланыстырады. Сіз импульсті қабылдамай тұрып, болашақты болжай аласыз. Соңында ойдан әрекетке ауысасыз. Бұған нейрохимиялық заттар көмектеседі. Электр сигналдары сіздің жақсы қалыптасқан нейронды жолдарыңыз арқылы өтеді, бірақ әрқашан олардың ағынын қайта бағыттауға мүмкіндігіңіз бар. Бұл сіздің ерік жігеріңіздің негізі. Мысалы, күйеуім жүйкеге тисе, оған ескерту жасаймын. Содан кейін тізбектерім жарқырап, нейрохимиялық заттарым шыпылықтап, өрт шығарады деп айта аламын. Бірақ назарымды басқа нәрсеге аудара аламын. Назарыңызды өмір сүруге аударыңыз. Біздің назарымыздың шегі шектеулі. Егер бір нәрсеге тым көңіл бөлсеңіз, басқасына жеткілікті көңіл бөле алмайсыз. Таныс жолмен жүру оңайырақ, бейтаныс жолға түсу қиынырақ. Әлсіз электр импульстерінің мәнін түсіну үшін оларды тұтандыру керек. Сонда басқаға күш аз қалады. Тіршілік ету үшін қанша күш жұмсауды уақытында шешіп отыру керек. Ата-бабам саваннада арыстанға тап болды деп елестетіп көріңіз. Қашып құтылу үшін ол бар зейінін арыстанға аударады. Оның қозғалу бағытын анықтауға тырысады. Бір сәтте қашайын деп ойлап, арыстаннан көзін тайдырады. Күнделікті өмірде бір жолдан екінші жолға өткенде үнемі осылай істейсіз. Алдыңда кетіп бара жатқан машинаны қарап отырып, артқы жақты көрсететін айнаға көз саласыз. Енді кеш түссе болды, отыра қалып, ғаламторға үңілетін адамды елестетіп көріңіз. Ол мұны саналы түрде істемейді. Ара-тұра басқа бірдеңе істеуге тырысады. Бірақ бірден ыңғайсыздықты сезеді. Тұзаққа қайта оралғанда жағымсыз сезім сейіледі. Ғаламторды қарау арқылы өмірінде бір маңызды іс істейтіндей әсерде болады. Нейронды тізбектер мұндай сезімнің пайда болуын жеңілдетеді. Бірақ адам назарын басқа нәрсеге аудара алады. Біздің миымыз қарама-қайшы импульстерді жиі туғызады. Пицца жегіңіз келеді, пицца жегіңіз келмейді. Қандай да бір шығарма жазғыңыз келеді, қандай да бір шығарма жазғыңыз келмейді. Анаңызға қоңырау соққыңыз келеді, анаңызға қоңырау соққыңыз келмейді. Сіз үнемі қай импульсті қабылдап, әрекет етіп, қайсысын қабылдамау керегін шешесіз. Приматтарда солай істейді. Маймыл мангоның шырынды жемісін көрсе, әрине жегісі келеді. Сонымен бірге ол жақын жерде жүрген үлкен тайпаның шабуылынан қорғанғысы келеді. Соңында баласын кеудесіне қысып алып, айналасында болып жатқан жағдайды тіршілік ету тұрғысынан бағалайды. Адамда нейрондар маймылға қарағанда едәуір көп. Әсіресе мидың префронтальды қабығында адам бұдан да көп нұсқаларды қарастыра алады. Тіпті ешқашан сезбеген нұсқаларды да елестете алады. Бұның бәрі назарыңызды нақты қайда бағыттайтыныңызға байланысты. Егер нақты бір нәрсеге көңіл аудармасаңыз, мидағы электр импульсі кедергісі аз нейронды жолдарды тауып алады. Қарапайым өмірлік тәжірибе қалайша үлкен тізбектер құрды. Білім пайда болғанға дейін, тіпті тіл пайда болғанға дейін адам тіршілік ету дағдысын қайталау мен эмоциядан үйренеді. Тіршілік ету тізбегін құру. Шимпанзенің баласы анасының тізесіне отырып алып, айналасын бақылайды. Сырты қатты жемістің не екенін әлі білмесе де, анасының сырты қатты жемістің қабығын аршып отырғанын көреді. Қабық анасының кеудесіне,
яғни бала көтеретін жерге түседі. Ол қабықты алып аузына салғысы келеді. Өйткені айна нейрондары анасының дәл солай істегенін байқайды. Ол мұны бірнеше рет істейді, себебі оның бұлшық еті әлі ұстауды үйренбеген. Шимпанзенің баласы мұны қарны ашқандықтан істемейді, өйткені ол ана сүтімен қоректенеді. Жемістің қалдығын татып көргенде дәмінен ләззат алады. Бойында дофамин бөлінеді. Келесі жолы анасы жеген жемістің үгіндісі түсіп кеткенін көрсе, жақсы сезім тағы да дәмін татып көруге ұмтылдырады. Түп санада қажеттілігін қанағаттандыруға мүмкіндік беретін тізбек құрды. Шимпанзе баласын ешқашан қатты жеміспен қоректендірмейді. Егер баласы сүттен басқа бірдеңе жегісі келсе, оны өзі алып жейді. Осы уақыттан бастап оның алып жейтін қабілеті пайда болады. Өйткені ол қосымша тамақ табуға мүмкіндік беретін маңызды тізбектерді құрды. Анасы оған жеміс теріп жеуді үйреткен жоқ. Ол жеміс жегісі келгендіктен және анасының жемісті таңдап жегеніне қарап өзі үйренеді. Кішкентай шимпанзе өз бетінше жеміс теріп жеуді үйренгенде де дәл сол жемісті таңдайды. Ал анасы бір жола бөлек кеткенде өз бетінше өмір сүруге бейімделеді. Зерттеушілер шимпанзе жапырақтардың 100-ден астам түрін ажырататынын анықтады. Олар ауырғанда дәрілік қасиеті бар жапырақтарды таңдап алады. Олар үшін ең басты марапаттау жаңғақ, жәндіктер және еттің құрамында болатын ақуыз. Ақуыз табу шимпанзеге өте қиын. Алайда шимпанзенің өсіп қалған баласын ешкім тамақтандырмайды. Олар шеберлікті меңгергенде ғана марапатталады. Жас шимпанзе жаңғақ шағып жеуді бірнеше жыл үйренуі мүмкін. Ол жаңғақты қатты жақсы көреді. Себебі анасының аузынан түскен жаңғақтың қиқымын теріп жеп, дәмін алған. Шимпанзе жаңғақты көргенде дофамин бөлінеді. Өйткені күнделікті жеп жүргенін, әлдеқайда жоғары ақуызы бар жаңғақ тапқанын түсінеді. Жануарлар арасында жақсы сезім негізінен өмір сүру үшін қажет нәрсеге тап болғанда күшейеді. Бірақ жас шимпанзе анасы секілді жаңғақты бірден шаға алмайды. Дофаминнің әсерінен жаңғақтың тәтті екенін біліп, қайта-қайта шағуға әрекет етеді. Әдетте жас шимпанзе басқалардың жаңғақты қалай шағатынын бақылайды. Бірде мен капуцин маймылдың 10 минут бойы жаңғақ шағуға тырысқанын бақылап тұрдым. Оған қатты көмектескім келді. Бұл туралы хайуанаттар бағының қызметкеріне айтып едім. Ол маймылдарды жақсы тамақтандырамыз. Бұл маймылдың табиғи мінез құлқы деп түсіндірді. Егер мен маймылдарды тәрбиелесем, олар тіршілік етуді үйренбек түгілі жойылып кетер еді. Әлеуметтік дағдыны қалыптастыру. Приматтар азық табу дағдысын қалай дамытса, әлеуметтік дағдысы да солай дамиды. Анасының тізесінде отырған бала оның басқалармен қалай қарым-қатынас жасайтынын көреді. Бірнеше минутта анасының біреуге үстемдік ететінін, ал енді біріне бағынатынын байқайды. Оның реакциясын шектеудің қажеті жоқ. Тек айна нейрондары арқылы анасының қорыққанын сезсе, бала да қорқады. Анасы үстемдік етсе, ол да үстем болады. Анасы басқаларға сенсе, бұл да сенеді. Бұл шимпанзенің жақсыны сезіп, жаман сезімнен қашуға жетелейтін нейронды жолдарын салады. Көп замай ол да басқа шимпанзелермен қарым-қатынас жасай бастайды. Ал есейгенде қатарластарымен бірге тіршілік етуге дайын болады. Шимпанзе бағдарламаланған өмір сүру дағдысымен тумайды. Әдетте анасы қайтадан жүкті болғанша, яғни 5 жыл бірге жүреді. Анасының генінің аман қалуы қайта бала туғаннан гөрі туған баласын өсіріп, қатарға қосып жібергеніне байланысты. Бірақ анасы баласына тіршілік етуді саналы түрде үйретпейді. Бұл дофамин, окситоцин және серотонин арқылы келетін жақсы сезімге ұмтылып, кортизолдың жаман сезімін болдырмауға ұмтылуына байланысты. Адамдарды ерте кезден оқыту процесі. Дәл осы нейрохимиялық заттар адамның ерте кезден оқуына бағыт береді. Біз саналы түрде, мысалы математикадан есеп шығару мен тыныс белгілерді дұрыс қоюды үйренеміз. Нейрохимиялық реакцияның негізінде одан да көп нәрсе үйренеміз. Оқытудың екі түрі де бір-бірімен байланысты.
Өйткені саналы түрде белгілі бір өмірлік дағдыны игергенде өзімізді жақсы сезінеміз. Керісінше, саналы түрде ұмтылған мақсатымызға жете алмасақ, ренжіп ашуланамыз. Біз білмей-ақ жақсы сезімге ұмтылуымыз өмірлік қажеттілігімізді қанағаттандыруға дайындайтын тізбектерді құрады. Бұл адамның әуестігі немесе құмарлығы туралы сөйлескенде айқын көрінеді. Үйдегі ауырып қалған адамды емдеген дәрігерді көрген баланы елестетіп көріңіз. Бұл бала дәрігер боламын деп шешім қабылдайды. Онда үлкен тізбек қалыптасады. Өйткені өмір мен өлім арасындағы жағдай нейрохимиялық толқын туғызды. Біз нейрохимиялық заттардың қандай да бір нәрсеге әуес болуға ықпал ететініне әрдайым сенімді емеспіз. Әдетте олар балалық шақта біз тіршілік ету мәселесіне бала көзбен қарағанда қалыптасады. Мысалы, бала күніңізде себет тоқуды үйреткен шебер сізді жиі мақтаса, өмір бойы себет тоқумен айналысамын деген ой тууы мүмкін. Егер жасөспірім шағыңызда рок-музыка жұлдыздары қатты әсер етсе, рок-жұлдыз болуды армандай бастайсыз. Өсе келе әуестік күнкөріс көзі емес екенін түсінесіз. Бірақ соған дейін-ақ бақыт гормондары таралатын қуатты нейронды жолдарды қалыптастырып үлгересіз. Адамдар өз тәжірибемізден сабақ алмаймыз деп жиі шағымданады. Бәрі біз ойлағандай болмаса да қалағанымызды істейміз. Нейрохимиялық заттардың әсерінен немесе қайталау арқылы үйренген нәрсе тұрақты болады деп санау керек. Балалық шақта жинаған тәжірибе керемет тізбек құрады. Егер өзіңізге бейжай қарамайтын адамдардың назарын аудару үшін көп күш салсаңыз, онда бұл әдет сізге балалық шақта болған бір қиын жағдайда көмектескен. Егер билік өкілдерімен қаймықпай күрессеңіз, онда балалық шақта осындай мінез көрсету арқылы көзге түскенсіз, немесе қиындықтан құтылғансыз. Егер басыңызда қиын жағдайға жиі душар ететін тұрақты тізбектер болса, онда бұрын сізге оның көмегі тигеніне еш күмән келтірмеңіз. Сонымен, бақыт гормондарының бөлінуіне не ықпал етеді? Ер жеткен адамда ненің жақсы екенін анық көрсетіп беретін дамыған нейронды желі болады. Бұл сіз бүгін нөлден бастайтын желі емес. Бұл сезім мүшелері миға жаңа ақпарат берген сайын үсті-үстіне нейрон қосып, біріктіріп отыратын өзара байланыс. Сансыз нейронның мәні. Гендер тірі организмнің өмірінде үлкен роль атқарады. Бұның таңғаларлық мысалы зертхана тышқаны. Оны бірінші рет жерге жібергенде бірден жер қаза бастады. Өзі 30-60 ұрпағы торда тіршілік еткен тышқаннан тарайды. Бірақ жабайы табиғатта тіршілік ететін тышқан секілді әрекет ете бастайды. Осыған қарағанда тышқанның тіршілік етуін қамтамасыз ететін тізбектер туа біткен сияқты. Тышқанның миы біздің мидан мүлде өзгеше. Оның жоғарғы жарты шарлары өте кішкентай. Бұл тышқандардың тәжірибе арқылы үйрену қабілетінің шектеулі екенін білдіреді. Біздің ми жарты шарларымыз өте үлкен. Сондықтан біз оларды үйренген дағдымызбен, алған білімімізбен толтырамыз. Біз алдын ала жүктелген бағдарламаларды қанағат тұтып, әрекетсіз отыра бермейміз. Табиғаттағы әрбір тіршілік иесі өзінің тіршілігін сақтау үшін нейрондарды мүмкіндігінше аз пайдаланады. Өйткені олар метаболизм процесінде көп жұмсалады. Нейрондар белсенді бұлшықетке қарағанда оттегі мен глюкозаны едәуір көп тұтанады. Нейрондардың массасын белсенді күйде ұстау көп энергияны қажет етеді. Яғни организмнен оның өмір сүруін қамтамасыз ету үшін ресурстар алынады. Сондықтан ол пайдасы болса ғана өз нейрондарының өмірлік белсенділігін қамтамасыз ете алады. Табиғи сұрыптау адамға сансыз нейрондарды сыйлады. Яғни біз оларды туа бітті, дағды мен қабілетке қарағанда көп қолданамыз. Өмірде нейронды тізбектерге сенім артамыз. Сондықтан бұл тізбектер бізді теріс жолға салса да, оларды елемеу мүмкін емес. Нейронды жолдардың көпшілігі бала кезде қалыптасады. Эволюция процесінде балалық шақта табиғи түрде негізгі нейронды тізбектер құрылады. Тіршілік иесінің балалық шағының ұзақтығы олардың ми қабығының мөлшеріне тікелей байланысты. Адамдардың да балалық шағы ұзақ.
Миы кішкентай жануарлар қысқа мерзімде жетіледі, өйткені олардың операциялық жүйесі өте тез жұмыс істей бастайды. Тышқан 2 айда жыныстық жағынан жетіледі. Керіктің баласы туғанда жарты метр төмендегі жерге 4 аяғымен тік түседі. Бірнеше аптадан кейін ересек керік сияқты тіршілік ете бастайды. Көптеген приматтардың балалық шағы ұзаққа созылады. Қарапайым маймыл қарақұйрыққа қарағанда кеш дамиды. Адам тектес маймылға қарағанда кеш жетіледі. Ал адамның балалық шағы шимпанзеге қарағанда 3 есе ұзақ. Белсенді нейрондарды көбірек сақтағыңыз келсе, оларды тіршілік етуге ықпал ететін жолдармен қосу үшін біршама уақыт кетеді. Балалық шақ табиғи тұрғыдан шығыны көп, қымбат процесс. Өйткені балалық шақтың ұзаққа созылуы ананың ұрпақ таратып, көбею қабілетін шектейді. Алайда кең тараған нанымға қарамастан, табиғи сұрыптау ұрпақтың қысқа мерзімде жетілгенін құптамайды. Уақыт өте келе, эволюция тіршілік иелерінің жетілу кезеңін ұзартты. Өйткені табиғи сұрыптау табиғатта өмір сүру дағдысын өмірлік тәжірибемен ұштастырады. Балалық шақ тіршілік иесін өзінің негізгі қажеттіліктерін қамтамасыз ету ауыртпалығынан босатады. Сондықтан ол сыртқы әлеммен өзара әрекеттесу процесінде тиісті дағдыларды біртіндеп игереді. Жетілу кезеңі қысқа жануарларға туа бітті тіршілік ету дағдысы қажет. Сондықтан олар ата-анасы жүрген экологиялық ортада ғана өмір сүре алады. Басқа орта оларға қауіпті, өліп кетуі мүмкін. Адам баласы кез келген ортаға бейім болып туады. Жылдам бейімделіп, тез сіңіседі. Сондықтан адамға бақыт гормондарының стратегиясын үйренгеннен кейін одан бас тарту өте қиын. Нейронды тізбектердің негізін балалық шақтан іздеңіз. Біз әдетте балалық шақты өмірлік дағдыларды игерумен байланыстырмаймыз. Бала кезде жақсы жұмысқа тұруды, немесе достарың таңғалатындай өмірлік жар іздеуді үйренбейсіз. Бала кезде үйренген әдеттің ересек өмірге ешқандай қатысы жоқ деп санаймыз. Бірақ бала күннен алған өмірлік тәжірибе бізге ненің жақсы, ненің жаман екенін ажыратуға көмектеседі. Бұл ересек кездегі қиындық арқылы миды басқаратын навигаторлық жүйе. Бастықтан сөз естігенде инстинктивті түрде қарсы шыққыңыз келеді, немесе жұмыстан кетіп қалғыңыз келеді. Бірақ балалық шақта қалыптасқан навигациялық жүйе сізге қолдау қажет екенін еске салады. Сондықтан бастығыңызбен ымыраға келесіз. Сөйтіп өмірлік тәжірибеңізді үнемі байланыс желісімен салыстырып отырасыз. Тәжірибелі және білімді адамдардың өзі балалық шақтағы нейронды тізбектердің көмегін өмірде басшылыққа алатынын елестете алмайды. Бірақ егер өзіңіздің ұнататын және ұнатпайтын нәрселеріңізді мұқият зерттесеңіз, оның қайдан шыққанын көресіз. Жеке өзім оны түс таңдау кезінде таптым. Бұл тіршілік етудің айқын дағдысы болмағандықтан оны түсінуге тырыстым. Сол кезде түс туралы айта бастағанда балалық шақтағы естеліктерім бірінен кейін бірі есіме түсті. Мен 12 жасқа толғанда анам $2000 мұраға ие болды. Бұл қазіргі ақшамен айтқанда $15,000. Бұл анам үшін көп ақша еді. Ол бала күнінде тастап кеткен әкесінен қалыпты. Анам ол ақшаны үйді жөндеуге, сырлау жұмыстарына жұмсамақшы болды. Ол маған неше түрлі түстерді көрсетіп, ақыл кеңес сұрады. Бұл сондай бір жақсы сезім еді. Себебі анам менімен ақылдаса бермейтін. Менің бақыт гормондарым бұның өте маңызды екенін айтты. Әрине, вербальды деңгейде түс таңдауда анам менімен кеңесіп, құрмет білдірді деген ойды тұжырымдай алмадым. Тіпті оның қажеті де жоқ еді. Анамның құрметпен қарағаны серотонин бөліп, сол кезде белсенді болған барлық нейрондарды бір тізбекке біріктірді. Ең бастысы, анам қатты бақытты болды. Ал менің айна нейрондарым оны қабылдап алды. Оның қуанып жүргенін сирек көретінмін. Сондықтан бұл менің миым үшін маңызды ақпарат болды. Үйді жөндеуге саналы түрде қызықпасам да, өзімді осылай жақсы сезімді күтуге мәжбүр еттім. Әлемде өзіңді жақсы сезудің барлық әдістерінің ішінде бұрын байланыста болғаны назарыңды аударады.
Бір қызығы менің миым бұл ақпаратқа бұрынғы тәжірибе арқылы дайын болды. Балабақшаға барып жүргенде анам маған көптеген бояу сатып алды. Онда түс сан бойынша қолданылды. Содан кейін картонға белгілі бір тәртіппен желімдейтін мозаика сатып алып берді. Сурет салу мен мозаика жабыстыру маған сондай ұнады. Әрі отбасындағы қиындықты ұмытуға көмектесті. Қайталау мен жақсы сезім миымды түстерді електен өткізуге жаттықтырды. Сондықтан түс таңдау рахат сыйлады. Адамның тіршілік етуі осы дағдыға келіп тіреліп тұрмаса да, миға жақсы нейрохимиялық заттарды бөлудің белгілі бір механизмін орнатты. Әрине, өмірден одан да басқа көптеген тәжірибе жинадым. Олар маған қай жерде сый күту керегін, қай кезде ауырсынуды күту керегін үйретті. Орта мектепте оқып жүргенде интерьер дизайнері болуды армандадым. Бірақ колледждегі профессорларымнан материализмнің көптеген әйелдер кәсібінің жаман екенін білдім. Сондықтан дизайнер боламын деген ойымнан тез қайттым. Кемел адам болуым керек деп ойладым. Бірақ қазір профессорлардың мінез құлқын анамның мінез құлқын көшіргенімді түсіндім. Алайда алғаш пәтер жалдап тұрғанда бірден үйдің дизайнына кірістім. 20 мен 30 жас арасында көп пәтер ауыстырдым. Тұрған үйімнің бәрінің дизайнын өзгертіп отырдым. Бұл маған қорықпай бәрін қайта бастауды үйретті. Ақыры өзім үй сатып алғанда бір нәрсені үнемі өзгертіп отыруға деген құштарлық пайда болды. Бірде басқа дизайнерлік жоба қажеттілігімді қанағаттандырмайтынын түсіндім. Сонда бірден әрекет етудің орнына оны түсінуге тырыстым. Басымнан өткен жағдайлар мен басымда қалыптасқан нейронды тізбектер арасындағы байланысты байқадым. Бұл тізбектердің көпшілігі кездейсоқ пайда болғанын, олардың бәрі нақты бір шындықты бейнелемейтінін түсіндім. Ми үй дизайнын өзгертуді тіршілік етумен байланыстырды. Өйткені анам солай істейтін. Осыны түсінгенде түрлі түске мүлде басқаша, жұмысыма жақсы көңіл күй сыйлайтын құрал ретінде қарадым. Веб-сайтыма, слайдтарыма, тамаққа, киімге түрлі түс қосқанды ұнатамын. Өзіме ұнайтын нәрсеге назар аударғанды жақсы көремін. Өзімде бар бақыт гормондарының механизмін тиімді қолдандым. Бақыт гормондары дизайнмен айналыспасам да бөлінеді. Нейронды тізбектерімді бұрынғы қажеттіліктер үшін емес, қазіргі қажеттілігіме қарай бағыттаймын. Көбінесе біз өзімізден оғаш нейронды тізбектерді жиі кездестіреміз. Өйткені олар ескі тізбектердің негізінде негізделген. Олардың кездейсоқ пайда болғанын түсіну қиын болуы мүмкін. Өйткені нейронды жолдардың маңыздылығына сүйенеміз. Бақыт гормондарын түзуді қамтитын барлық нәрсені құнды деп санаймыз. Бұл ұтымды түсіндіре алмайтын мінез құлық элементтерін көрсетуі мүмкін. Кейде бұл жойқын және қайғылы әрекеттерге апаруы мүмкін. Егер ескі нейронды тізбектерді толығымен жоя алмасаңыз, оларды қазіргі шындыққа сәйкес келетіндей етіп, жаңа жолмен түзуге болады. Бұған күш-жігер салмай жету мүмкін емес. Бұл балалық шақта автоматты түрде болған жағдай секілді нәрсе. Бірақ қайталау және еңбекқорлық қажет. Әлеуметтік дағдыны қалыптастырудағы бақыт гормондарының рөлі. Сүтқоректілердің тіршілік етуі физикалық дағдыға ғана емес, сонымен қатар әлеуметтік дағдыға да байланысты. Бастапқыда кішкентай ми әлеуметтік дағдымен туады, ал үлкен ми белгілі бір эмоцияларды бастан кешумен тәжірибе арқылы қалыптасады. Әлеуметтік дағды сүтқоректілердің көбеюі үшін маңызды. Көбею белгілі бір түрдің биологиялық жетістігінің шарты болмаса да, ми эволюцияның маңызды шарты. Көбею үшін қажетті дағды еркек пен аналық сүтқоректілерде әртүрлі болады. Ұрғашысы салыстырмалы түрде аз туады, әрі оның көбі өліп қалады. Ұрғашы геннің өмір сүріп кетуі оның өсіп жетілуіне қаншалықты жағдай жасалғанына байланысты. Әлеуметтік дағды әйелге қорғануға, тамақтануға және әкенің генін алуға
ықпал етуі мүмкін. Сүтқоректілердің еркегі көбірек ұрпақ таратып, оларға азырақ үлес қоса отырып, өзінің тегін көбейте алады. Сандық көрсеткіштер стратегиясы ұрғашылардың көңілін таба білетін және басқа еркектермен бәсекелесе алатын еркектерді марапаттайды. Ұрғашы мен еркегінің ұрпақ жалғастыру стратегиясы көбінесе бір-бірімен ұштасады. Әрі эволюция осы сәйкестікті кеңейтуге тырысады. Екі жыныста да жақындарының құрметі тіршілік етуге көмектеседі. Маймылдарды зерттегенде әлеуметтік одақ құратындар көп шағылысып, ұрпағы да түгелге дерлік тіршілік етіп кетеді. Сондықтан табиғи сұрыптау арқылы құрылған миды жақсы сезіммен марапаттау арқылы әлеуметтік сенімге ұмтылуы таңғаларлық жағдай емес. Жас сүтқоректілер әлеуметтік дағдыны күш-жігерсіз немесе саналы ниетсіз қалыптастырады. Өйткені ол жақсы сезімді іздеп, жаман сезімнен аулақ болуға тырысады. Ұрпағы әлеуметтік дағдыны ұзақ мерзімді қажеттіліктерін қанағаттандырамын деген есеппен жасамайды. Ол өзінің шұғыл қажеттілігін қанағаттандыру үшін әлеуметтік қолдауды қажет етеді. Әлеуметтік қолдауды сезгенде бақыт гормондары бөлінеді. Бұл алдағы уақытта да әлеуметтік қолдау күтуді қалыптастырады. Балалық шақта және жасөспірім кезде үйренетін әлеуметтік дағдылар. Басыңыздан өтіп жатқан, тіпті болашақта зиянын тигізуі мүмкін әрекеттердің бәрі нейронды тізбектер құрады. Егер жаман әрекетіңді мақтаса, онда жас ми оны тіршілік ету үшін пайдалы деп түсінеді. Егер бала агрессиясын көрсеткенде оны қолдап көмектессе, ал бірігіп әрекет еткенде ешкім қолдамаса, ми агрессияны тіршілік етудің жақсы стратегиясы деп есте сақтап алады. Егер бала ауырып жатқанда, оны қатты өбектеп, жазылып кеткенде көңіл бөлмей қойса, онда соған сай тұрақты байланыс қалыптасады. Ми тәрбиеші мамандардан немесе этика туралы оқулықтардан үйренбейді. Ол белгілі бір нейрохимиялық заттардың құрамындағы өзгерістерге қарап үйренеді. Сізді марапаттаған сайын немесе керісінше қауіпті сезген сайын нейронды инфрақұрылымға жаңа тізбек қосасыз. Бұл сізге болашақта құрмет, мойындау және сенімді қайдан іздеу керегін айтады. Жасөспірім шақ бұл инфрақұрылымға бөлек қабат қосады. Жасөспірім кезде құрметпен қараған немесе назар аударған барлық нәрсе мида күшті нейронды тізбек қалыптастырады. Өйткені жастық шақта жүйке талшықтарының миелинизация процесі белсенді жүреді. Сондай-ақ өз-өзіңді бағалау мен қауіп-қатер немесе жас кезінде жолыққан адамдардың іс-әрекеті ұмытылмастай әсер етеді. Әлеуметтік одақ құрудағы кез келген жетістік, кез келген сәтсіздік сияқты адамның жас кезінде тұрақты нейронды жолдар салады. Сіздің әлеуметтік желілеріңіз басқа тізбектермен өте тығыз байланысты. Адамның әлеуметтік тәжірибесі оның жүріс-тұрысына, тамақтану тәсіліне, тіпті тыныс алуына айтарлықтай әсер етуі мүмкін. Мысалы, ана баласын құшқанда, бала тынысын біртіндеп, анасының тынысымен теңестіруге дағдыланады. Жаңа туған нәрестенің тыныс алу жүйесі толық дамымаған. Сондықтан дұрыс тыныс алып үйрену үшін оған жақын адамның қолдауы қажет. Өзін-өзі басқаруға әлеуметтік ортада әсер етеді. Балалар айналасына қарап, нейрохимиялық процестерін басқаруды үйренеді. Жасөспірім кезең өзін-өзі басқару тізбегінің қабатын қалыптастырады. Өйткені осы жаста жаңа әлеуметтік марапаттарды, әлеуметтік күйзелісті бастан кешіреміз және қоршаған ортаның әсерін қатты сеземіз. Оны туғызған оқиғаны есте сақтамағанымызға қарамастан, қазіргі кездегі реакциямызды қалыптастырады. Жаттығу. Балалық шақтағы естеліктеріңіз қандай? Балалық шақтан есте қалған жақсы, жаман естеліктеріңіздің тізімін жасап, олардың қандай із қалдырғанын ескеріңіз. 8 жасқа дейін және жасөспірім шақта. Бұрын жиі қайталаған әдеттеріңіздің тізімін жасап, оның ерекшеліктеріне назар аударыңыз. 9 жасқа дейін жасөспірім шақта. Нейронды жолдарды қайта құру. Ересек адамдардың көбі ерте ме кеш пе кейбір тізбектерден бас тартқысы келеді. Сондай-ақ көбіміз жанама әсері аз, бақыт гормондарының көп болғанын қалаймыз.
Өкінішке қарай ересек адам жаңа тізбектерді балалық шағындағыдай немесе жасөспірім кезіндегідей оңай құра алмайды. Егер күш салып, қорықпай эмоциямен қайталасаңыз, бәрін де істей аласыз. Нейронды тізбектерді қайта құру, қайталау немесе эмоциялар. Эмоция – ақыл, айла. Қазір жақсы сезілетін кез келген нәрсенің кейінірек жанама әсері болуы мүмкін. Жақсы сезім жанама әсердің арқасында пайда болады. Бұл табиғи сұрыптау заңы. Жақсы сезімге ұмтылу үнемі өмір сүруді жақсартпайды. Темекіні тастап, салмақ қосып алуыңыз мүмкін. Немесе бір фобиядан құтылсаңыз, тағы бір фобия пайда болуы мүмкін. Эмоция тез әрекет етеді, бірақ қиындыққа душар етуі мүмкін. Қайталаудың әсері әлде қайда баяу болғанымен, бұл әрекеттің жанама әсері аз. Егер қандай да бір іс-әрекетті қайта-қайта қайталасаңыз, ол жай ғана сіңісті болып кетуі мүмкін. Пайдалы нәрсені бірден ұнатпасаңыз да, бірте-бірте ұнатып үйренуге болады. Егер ол ешқандай қуантпаса, кім оны қайта-қайта қайталағысы келеді? Қандай да бір жағымсыздықты сезсе, олар мұны қайталап істемейді. Сондықтан кездейсоқ пайда болған өмірлік тәжірибеге сүйенеміз. Іс-әрекетті саналы түрде қайталамасаңыз, нейронды тізбекті кездейсоқ нәрселер қалыптастырады. Өкінішке қарай, қайталау әдісі сіз ойлағаннан қиын болуы мүмкін. Қарапайым сөзбен айтқанда, қазір қажет емес істі істеу іш пыстырады. Бұны сіз үшін жақсы деп көрсету үшін эмоциясыз ми оны маңызды емес деп тастауға тырысады. Сіз белсенді ететін бақыт гормондарынсыз жаңа нейронды жолды бастау өте қиын, бірақ оны да істеуге болады. Мысал, шегінбеңіз. Міне, сізге қарапайым мысал. Фред алкогольге әуестігін жеңгісі келді. Жанама әсер етпейтін басқа бір еліктіретін хобби тауып алғысы келді. Ойлана келе, жастық шағында сурет салғанды жақсы көргенін есіне алады. Ол ішкісі келгенде сурет саламын деп шешім қабылдайды. Фред суретті табысқа жету үшін емес, көңілін алкогольден басқа жақсы нәрсеге бұруды мақсат етіп салды. Әрине, басында ішімдік ішкісі келіп қиналып тұрғанда сурет салумен айналысу ұнай қоймады. Шын мәнінде ол сурет салғанды қаламады. Бір жұтым алкоголь іше алмай, қандай ләззаттан қалғылатынын елестетті. Бірақ біраз уақыт ішімдік ішпей, сурет салып көрейін деп шешті. Ол өзіне 2 ай берді. Өйткені 2 айдан кейін өте маңызды оқиға күтіп тұр еді. Алғашында Фредке салған суреттері ұнамады және өзін ішімдік ішудің ләззатынан айырғанына ренжіді. Бірақ ол бір сәттік алдамшы сезімге берілмей, жоспарын қатаң ұстанды. Біраз уақыттан кейін сурет салу Фредке ауыртпалық емес, өзіндік рахаты бар іс болып көріне бастады. Жағымсыз сезімнің тез өтіп бара жатқанын сезді. Ең бастысы, ол өзін сергек ұстап, жауапкершілікті сезіне бастады. 2 ай бітпесе де, Фред күнтізбеге қарамайтын болды. Фредтің сурет салу тізбегі алкогольге тәуелділігінің деңгейіне дейін өсті. Ол енді ішімдік ішпей-ақ өзін қалай жақсы сезінуді білді. Ол мұны бар жан тәнімен түсінді. Сурет салу бір нәрсе істеу керек деген сезім пайда болғанда, бір нәрсе істеудің қарапайым тәсілі болды. Фред өзін өзгерте алғанына қатты қуанғаны сонша, тағы бір жаңа жол салуға асықты. Мысал, қолайлы әрекетті табыңыз. Сіз миды жаңа жолдармен жақсы сезуге жаттықтыра аласыз. Өзіңіз қалаған жаңа тізбекті жобалаудан бастаңыз. Азғандай жанама әсері болатын жаңа әдетті қалыптастыру кезінде бір қатар қателіктер жіберуіңіз мүмкін. Басқа жұмысқа ауысқысы келсе де, ұзақ уақыт бір шешімге келе алмаған Луизаны елестетіп көріңіз. Жұмысының болашағы туралы ойланғанда Луиза кәдімгідей көңілі түсіп, жабырқап қалады. Бірақ түрлі жолмен келеңсіздіктен қашуға тырысады. Ол өзін осы процестен ләззат аламын деп сендіріп, жұмыс іздеудің айналасындағы шырғалаң шеңберді бұзуға тырысады. Луиза күніне 2 түйіндеме жіберіп, кәсіби біліктілігін арттыру үшін 2 сағат дайындаламын деп мақсат қояды. Бірінші күні өзіне жүктеген тапсырманы орындайды, бірақ өзін нашар сезінеді. Жайсыздықтан құтылу үшін балмұздақ жейді. Бір уақытта тағы бір балмұздақ жегісі келеді. Келесі күні ол көңіл күйін жақсарту үшін
досын шақырады. Бірақ жұмыс туралы ой есінен кетпейді. Үшінші күні Луиза күн батқанша жұмыс іздейді. Демалу үшін далаға шығады. Келесі күні тағы да жұмыс іздеу қиын болады. Ол жұмыс іздеуден басқа не істесем екен деп ойланады. Жақын маңдағы кішкентай кофеханаға барып ойланбақшы болады. Кофесін ішіп бола бергенде бір ой сап ете түседі. Жұмысты да оңай істеп тастайды. Келесі күні таңертең тағы кофе ішуге барады. Болашағынан үміт күттіргендей бәрі жарқырап тұрады. Тағы бірнеше күн өткенде ол кофесіз тырп ете алмайды. Тағы бір апта өткенде үйде отырып осындай дәмді кофе қайнатуды үйренеді. 6 аптадан кейін бірнеше ұсыныс түседі. Бірнеше жерге барып сөйлеседі. Енді оның бойында өзінің дағдысы мен қабілетіне сенім пайда болады. Ең бастысы ол бір нәрсе істеуім керек деп ойлағанда одан да жақсы бір нәрседен үміттендіретін жақсы сезімді бастан кешірді. Бұл әңгіменің мәні барлық мәселені кофе шешеді дегенді айту емес, адамға өзінің енжарлығын жеңу қиын, кейін пайдасын тигізетін әдетті қалыптастыру қиын. Луиза мен Фред зиянды жанама әсері жоқ, үміт туғызатын жолын тапты. Сынақ пен қателік арқылы өзіңізге қолайлы әдеттерді қалыптастыра аласыз. Әр адамның миы өзінше жұмыс істейді. Бір адам барлық кофені жалғыз өзі ішуі мүмкін, бірақ ешқашан жұмыс іздеп түйіндемесін жібермейді. Енді біреудің сурет салғысы келеді, бірақ сурет салудың орнына альбомын шараппен суғарады. 45 күнде жаңа әдет қалыптастырмас бұрын тәжірибе жасаңыз. Егер әр істің басын бір шалсаңыз, ешқашан жаңа әдет қалыптастыра алмайсыз. Бірнеше рет сынап көргеннен кейін өзіңізді жақсы сезінсеңіз де, сезінбесеңіз де жаңа әдетті табанды түрде қайталап істеуіңіз керек.